жоспар болмайтын болса, әрекеттің саны тым көп болып кетуі мүмкін. Күніңізді жоспарлайсыз ба? Сізде бандай бір маңызды жұмыстар болатын болса, бір екеу немесе бір жұмысты аяқтаудың өзі жеткілікті. Ең маңызды болған қайсы бірі, соны бірінші бітіріп тастауға әрекет ету керек. Мен красавчикпін, бүгінгі күнім жақсы өтті дей алатындай. Жалпы бүгінгі тақырып жоспар құру туралы болады. Қысқаша сөйлессек осы мәселеде. Жоспарды адам не үшін құрады? Жоспар адамның бандай назарын, фокусын бір нәрседе ұстап тұру үшін құрылады. Яғни уақытыңды да шектеп береді, әрекеттеріңді де үнемдеп береді. Егер сенде жоспар болмайтын болса, әрекеттің саны тым көп болып кетуі мүмкін. Немесе тым көп энергия құртып қоюы мүмкін. Ал жоспар бұл адамның уақыты мен энергиясын шектейді. Яғни жоспарда шектеу болады. Мысалы, мен бүгін бандай бір 100 бет кітап оқимын деген секілді, немесе мынандай бір әрекеттер жасаймын деген сияқты. Жалпы кез келген жоспардың бастауы аяқтауы болады. Және ол уақытпен шектелінеді, және ол өлшем болады. Сол себепті бұл жерде адамның уақытын, энергиясын үнемдеп береді. Одан кейінгі біз жақсылап түсініп алу керек болған нәрсе, кез келген жоспар бұзылады, кез келген жоспар корректировка жасалынады. Негізгі менің айтқым келіп жатқан мәселе бұл емес. Мен жиі байқайтын адамдарда жоспар құрған кезде приоритетті қойып алмау. Мысалға, бір күнді жоспарлайды, немесе бір апталықты жоспарлайды да, ол жерге приоритеттердегі жұмыстарға приоритет бермейді. Яғни келген қайбірі тура келеді, сонымен жасап кетеді, немесе адамның өміріне, сапасына әсер беру мәселесінде әсер беруі төмен болған, тиімділігі мен эффективность нәтижесі аз болған жұмыстармен көп айналысып қалады. Мысалға, бір күндік жоспарда таңертең біз оянған кезден бастап негізі қалай болады? Приоритетте жоғары болған, маңызды болған жұмыстарды ең бірінші аяқтап тастауымыз қажет. Бірақ біз ондай жұмыстардың басым бөлігін түстен кейінге тастаймыз, түстен кейін жасауға әрекет етеміз. Ал күніміздің негізгі былай айтқанда продуктивный өтетін уақыты бұл таңғы уақыт. Бұл уақытта эффекті төмен болған, приоритет жағынан өте төмен болған жұмыстарды жасаймыз да, түстен кейінге келген кезде есе адамда энергия таусылады, адамда уақыт таусылады, адамда шаршау болады. Және түстен кейін уже адам демалуға асығып тұрады. Сосын маңызды жұмыс бүгінгі күннен ертеңгі күнге қалады. Ертең тура солай істейміз. Ертеңді маңызды жұмысты түстен кейінге қоямыз, одан кейін күнде солай, яғни маңызды жұмыстардың тізімі арта бастайды. Бұл адамға стресс береді, бұл адамға жұмыстан қашқақтауға әсер етеді. Мысалға, жұмыстың көптігінен кейде біз жасағымыз келмей қалады. Жұмыс ауыр болғаннан кейін біз ол нәрсені істегіміз келмейді. Тура солай маңызды жұмыстар көбейе бергеннен кейін одан адам қашқақтап түрлі бір әрекеттер жасай бастайды. Сол үшін күніңізді жоспарлайсыз ба? Мысалға, қазіргі уақытта бір күнде бандай бір маңызды жұмыстар болатын болса, бір екеу немесе бір жұмысты аяқтаудың өзі жеткілікті. Ең маңызды жұмыс бұл ең алғашқы жасалыну керек болған нәрсе. Мысалға, ертең қазір қағаз қаламыңызды алыңыз. Мен ертең қандай жұмыстар жасап шығамын? Тізімді көріңіз. Ішінде ең маңызды болған қайсы бірі, соны бірінші бітіріп тастауға әрекет ету керек. Ал одан кейін есе қалған жұмыстардың бітуі, бітпеуі бұл мәселе емес. Бітіп жатса бұл бонус, бітпей жатса күніңіз босқа өтті деген емес. Яғни бір жұмыс бітіру керек, чтобы біз күнді аяқтаған кезімізде Аллаға шүкір, немесе мен красавчикпін, бүгінгі күнім жақсы өтті дей алатындай. Бізде бағандай бүткіл жұмыстардың барлығын жасаймыз, бірақ ең керекті болған, ең маңызды болған жұмысты үнемі артқа сүріп жүрміз. Осы нәрседен сақ болайық.